Ал енді қараңдар. Мына жерде мынандай көп мүше тұр. А мен Б белгісіз бізде. Бірақ мынаған қалдықсыз бөлінеді дейді. Немесе көбейткіші деп атайды. Мынаған қалдықсыз бөлсек, мыналардың орнына бірді қойып шықсақ, x'тердің орнына 0 шығады, безумен орындасақ. F от 1, потому что x минус 1-ді 0-ге теңестіреміз. Мына жағда 0 болу керек, мына жағда 0 болу керек, сондықтан 0-ге теңестіреміз оны. 1 шығады. Потому что бізде примерно мынандай болады ғой, x-тің 4 дәрежесі плюс 4x квадрат плюс ax плюс b, ол мынау бізде x минус 1 көбейтілген қандай да бір hx дей салайық, бір әйтеуір бірдеңе шығады, мынаған бұрыштап бөлгенде бірдеңе шығады, плюс қалдық шығады. А қалдық мынау бізде қалдықсыз бөлінеді десе, мына қалдық бізде 0 болып тұр. Значит, мынау hx екеуінің көбейтіндісі. Енді мынаның орнына бірді қойсам, мынаның бәрі 0 болып кетеді. Значит, мына жаққа бірді қойсам, тоже 0 болу керек, өйткені ортасында тең деген таңба тұр да. Сондықтан енді бірді қойып көрейік. 1-дің 4 дәрежесі плюс 4 көбейту 1-дің квадраты плюс а көбейту 1 плюс б. Мына жағы 0 шықты. Значит, оны 0-ге теңестіреміз. Значит, 1 плюс 4 плюс а плюс б тең 0. А плюс б, мына екеуін қосып былай қарай жіберсек, минус 5 болады. Хорошо, бұны қойып қояйық. Енді x плюс 1-ге бөлсек дейді, онда 18, минус 18 қалдық шығады дейді. Значит, надо x плюс 1 тең 0 деп, x тең минус 1-ді қойсақ, тоже мына жерге мысалға минус 1-ді қойсақ, мысалы, тағы да қайтадан x-ің 4 дәрежесі плюс 4x квадрат плюс ax плюс b тең x плюс 1, инарда hx емес, плюс qx болсын да, плюс қалдық. Қалдық бізде минус 18-ге тең болып тұр. X-тің орнына минус 1-ді қойып қойсаң, мынаның бәрі 0 болып кетеді. Сонда арада минус 18 ғана қалады. Тең тұрған соң, значит, мына жағда минус 18 шығу керек. Минус 1-ді қойсақ. Минус 1-ді қойсақ, ол 1 шығады, плюс минус 1-дің квадраты тоже 1 болып кетеді, 4 болады. Мынанда минус 1 болса, минус а плюс б тең минус 18. Значит, минус а плюс б тең мынау 5 болады. Былай жасап, минус 5, минус 23 болады. А плюс б тең минус 5 шықты. Екеуін қосып жерсек, мынарада 0 шығады, мына жерде 2b болады, мына жерде минус 28 болады. b тең минус 14 шықты. Енді минус 14-ті любой бір жерге қоям, мынарға қойсам, а минус 14 тең минус 5. А тең 9. Сонда біздің көп мүшенің түрі f от x түрі x-тің 4 дәрежесі плюс 4x квадрат плюс 9x минус 14 болса, осыны мынаған бөлсек қалдықсыз бөлінеді екен де, мынаған бөлсек минус 18 шығады екен.